мына ортамызға гүлдей жайнап Лейла Сұлтанқызы келіп отыр. Ой, мақтап бұл кісі. Бұл кісінің тележүргізушілік қабілетіне бөлек әнші болсам деген бір бала арманы болған сияқты бұл кісінің. Бұл кісінің арманы болды, сол арманға жету жолында мынандай бір іс-әрекеттер жасаған сияқты. Зато қазір қандай тележүргізушісіз бар? Ләйла Сұлтанқызы демекші жігіттер. Ләйла Сұлтанқызы Ғалым Махамбетті секс-символ деп айтқан жалғыз адам екен. Қойш, ол жалпы секс-символ дейді. Не сөз ол? Не білдіреді? Символ дейтін андай келбетті бір әдемі адамдар бар, сондай ғой. Сол ма секс-символ дейтін? Мен танитын, мен білетін секс-символдар сондай. Осы күні білмей жүрмін ғой, секс-символ не? Сендерге точно мағынасы керек пе оның? Не қызық көріп айтыпсың ана бәрінің көзінше? Телефонға жаз Гуглге, шығат жазсаң. Қай жаздың ба? Символ дейтін сөз қайды, оң ба?